ол білім алу керек. Білім алам деп қуанышы қойнына сыймай келді. Ал енді сіз оған орамал кидіріп қойдыңыз. Сіз оған бүткіл әлемді бет жүзін жақсырып қойдыңыз. Не олай істедіңіз? Ертең бұл буллинг болады. Ертең оны шектетеді. Қызыңыз деген әлі қауызын ашпаған гүл. Енді біз қалай сіздің қызыңызға қолдау көрсетейік деген кезде ол маған айтады: мен қызымды ақыретке дайындап жатырмын деді ғой. Ой, сұмдық-ай. Ақырет. Әлі өмір сүріп те көрмеген баланы. Періште ғой, үйде жақсы өсіп берем. Бұл әлі тіпті қауызын ашпаған гүл. Құдай-ай. Сондықтан көп отбасындағы ата-аналар, көп отбасындағы жас отбасына айтарым: сол қыздың өмірін, қанатын қайырмас екен. Ол бір қарлығаш, ол бір аққу сылаңдаған. Соны көл бетіне ақырын жүзгізіп, соны әлемнің әсемдігін таныс екен деген сияқты айқай болды. Бұл жердің, бұл ситуацияның тамаша аяқталуы бар. Иә. Бір жеттен кейін ана қыз орамалын шешті.